Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың математикасының 71-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Бірінші есеп: көлікті басқаруға қатысы бар мамандықтарды тап. Аталған мамандықтардың қайсысы ескірді? Жауабы 300. Қайсысының көлік басқаруға қатысы жоқ? Жауабы 500. Ол үшін әр есептің жауабын табу керекпіз. Бірінші есеп: ұшқышқа байланысты. 270 мыңды бөлеміз 9-ға. Бірінші 27-ні 9-ға бөліп алайық, сонда 3 болады, е? Соңындағы 4 нөлді жалғаймыз, сонда 30 мың. Бұл ұшқыш. Келесі: 75 мыңды бөлемін 150-ге. Бір нөлдерінен қысқартамын. 75-ті 15-ге бөлемін, сонда 5 болады. Және соңындағы 2 нөлді тіркеймін, 500. Міне, көлік басқаруға қатысы жоқ мамандық бұл жол серік екен. Келесі: ат айдаушыға байланысты. 270 мыңды 900-ге бөлемін, 2 нөлдерінен қысқартып тастаймын да. 27-ні 9-ға бөлемін, сонда 3. Және соңындағы 2 нөлді тіркеймін, 300. Сонда аталған мамандықтардың қайсысы ескірді? Міне, ескірген мамандық бұл ат айдаушы екен. Келесі: тракторшыға байланысты. 2 нөл емес, 1 нөлді қысқартып тастаймын, себебі 150-де бір ғана нөл. 75-ті 15-ге бөлемін, сонда 5. Және 1 нөлді тіркеймін, 50. Келесі: алысқа қатынайтын жүргізуші. 75-ті 15-ге бөлемін, 5. Және соңындағы 3 нөлді тіркеймін, 5 мың болады екен. Келесі: ғарышкер. 1 нөлінен қысқартамын. 27-ні 9-ға бөлсем 3. Және соңындағы 3 нөлді тіркеймін, 3 мың болады екен. Келесі: шопыр. 81-ді 9-ға бөлсем 9. Соңындағы 4 нөлді тіркеп қоямын. 90 мың деген жауап шығады екен. Келесі: 4 нөлден тіркеймін, себебі 90 мыңда 4 нөл бар болып тұр. 81-ді 9-ға бөлемін, 9. Соңындағы 2 нөлді тіркеймін, 900. Келесі: машинист. 3 нөлден тіркеп, 3 нөлден қысқартып тастаймын, сонда 81-ді 9-ға бөлсем 9. 1 нөлді ғана тіркеймін. Міне, 300 деген жауапты таптық, 500 деген жауапты таптық. Олардың сұрақтарына жауап бердік, және де әр мамандықтың өз жауаптарын анықтадық. Келесі екінші есеп: сызбаны қара. Не бейнеленген? Қозғалысқа қанша автокөлік қатысқан? Қандай мәліметтер белгілі? Не белгісіз? Осы екі автокөлік қанша уақыттан кейін кездесетінін қалай табуға болады? Есептің берілгені бойынша бізде жүк көлігі және де автокөлік берілген. Олардың уақыттары белгісіз, бірақ 400 километрді олар қанша уақыттан кейін жолығады деп сұрап тұр. Осыған байланысты есептің жоспарын құрайық. В1 40 км сағат. В2 60 км сағат. Жүрілген жолы С тең жүретін жолы 400 км. Жүрілген емес, жүретін. Яғни осы 400 километрді олар қанша уақытта жүріп жолығады деген сияқты сұрақ болып тұр. Бізге қанша уақытта дегендіктен тана табу керекпіз. Олай болса шешуі: бірінші жалпы жылдамдықты табу керекпіз. Ол үшін В1-ге В2-ні қосу керекпіз. В-ны табу үшін В1-ге В2-ні қосамын. Сонда тең 40-қа қосамын 60-ты. Барлық жылдамдығы бізде 100 км сағат болды. Енді тана табу үшін С-ға бөлемін жалпы жылдамдықты, сонда 400-ді бөлемін 100 км сағатқа. Сонда міне 4 сағат деп жауабы шыға салады екен. Жауабын жазып қойыңыздар. 2 автокөлік 4 сағаттан кейін кездеседі. 4 сағаттан кейін.
Келесі есіңде сақта дейді. Ережемен танысайық. Бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде жақындау жылдамдығы жылдамдықтардың қосындысына тең. Жаңағы жақындау жылдамдығы дегеніміз мен тапқан жалпы жылдамдық, иә? Сонда v1-ге v2-ні қосып алады екен. Міне шығарып дайындап қойған екен ғой. 60-қа 40-ты қосқан, сонда 100 км сағат болды. Автокөліктердің бір-біріне жақындау жылдамдығы болды. Енді осыған байланысты олардың қанша уақыттан жолығатындығын анықтаймыз. Автокөліктердің қанша сағаттан кейін кездесетінін білу үшін бастапқы ара қашықтың жақындау жылдамдығына бөлу қажет. Сонда t-ны табу үшін s-ны бөлеміз v жақындауға. 400-ді 100-ге бөле саламыз, сонда 4 сағат шықты. Келесі үшінші есеп сызбаны және есепті шығарудың әртүрлі тәсілдерін қарастыр. Оларды түсіндір. Қозғалыс кезіндегі ара қашықтықты табу формуласын жаз. S-ны табу үшін v жақындауға көбейтемін t-ны, яғни уақытты көбейтеміз. Енді осыған байланысты бізге есеп беріп тұр. Сол есепті шығарайық. Екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Әлияның жылдамдығы 12 км сағат, ал Армандікі 14 км сағат. Олар 2 сағаттан кейін кездесті. Екі ауылдың ара қашықтығы қандай дейді. Бұл жерде есептің жауабын бізге шығарып қойыпты. Мен оларды түсіндіріп өтейін. Бұл жерде Әлияның жылдамдығы, яғни v1 12 км сағат болып тұр. Ал v2 14 км сағат болып тұр. Уақыты 2 сағат болып тұр. Ал бізге табу керек. Екі ауылдың ара қашықтығы қандай? Сонда s-ны табамыз. Екі түрлі тәсілмен шығарып көрсеткен. Бірінші тәсіл. Әр қайсының жылдамдығын 2 сағатқа көбейткен. Сонда 14 км сағатты 2-ге көбейткен 28 км сағат жүреді. Ал 12 км сағатты 2-ге көбейткен кезде 24 км жүреді екен. Енді жалпы километрді қоса саламыз, сонда 52 км шығып тұр. Бұл бізде бірінші тәсіл. Екінші тәсіл. Екеуінің жылдамдығын қосып алды, сонда v жақындауды тауып алды. 14-ке 12-ні қоса 26, ал оны 2-ге көбейтсек, яғни уақытына көбейтіп жатырмыз, сонда 52 км шыға салады екен. Келесі төртінші есепке өтейік. Одан бұрын міне есіңде сақта дейді. Бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған нысандардың ара қашықтығын білу үшін жақындау жылдамдығын уақытқа көбейту қажет. Сонда s-ны табу үшін v жақындауға көбейтемін t-ны. Келесі 4а есебі. Есептерді оқы, сызбаларға қара, олар туралы не айтуға болады? Есептерді шығар. А есебі. Екі ауылдан екі мәшине бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 2 сағаттан кейін кездесті. Бірінші мәшине 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екінші мәшиненің жылдамдығы 40 км сағат. Екі ауылдың ара қашықтығы неше километр? Бұл жерде есептің жоспары дайын тұр деп ойлаймын, себебі суретте v1 60 км, v2 40 км сағат деп нақты бейнелеп көрсеткен. Сонда олар 2 сағат уақытта қанша ара қашықтықты жүреді, не болмаса қанша ара қашықтықты жүрген кезде олар бір-бірімен жолығады деген сияқты есеп беріп тұр. Олай болса шешуі ең бірінші мен v жақындауды тауып аламын. Ол үшін v1-ге v2-ні қосамын. Сонда v жақындау деймізде 60-қа қосамын 40-ты. Сонда v жақындауымыз 100 км сағат болады. Келесі. v жақындауды тауып алдық. Енді ара қашықтықты табу үшін v жақындауға көбейтемін t-ны. Сонда s тең 100-ді көбейтемін 2-ге. 200 км болады. Екі ауылдың ара қашықтығы 200 км екен. Келесі ә есебі.
Екі ауылдан екі мәшине бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 2 сағаттан кейін кездесті. Бірінші мәшине 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. Егер екі ауылдың арасы 200 км болса, екінші мәшиненің жылдамдығы қандай дейді. Бұл жерде V1 беріліп тұр, V2 белгісіз. Сонда мен С-ның арқасында, Т-ның арқасында мен олардың жауабын тауып алады екенмін. Шешуі: ең бірінші V жақындауды тауып алу керекпіз. V жақындауды табу үшін С-ны бөлемін Т-ға. Сонда V жақындау С бізде 200 км, оны бөлеміз 2 сағатқа. Сонда V жақындауымыз 100 км сағат. Енді осы V жақындаудың көмегімен V2-ні тауып алуға болады. 100 км сағаттан V1-ді алып тастай саламын, 60 км сағатты. Сонда тең 40 км сағат болады. Міне V2-ні таптық. Енді V есебіне өтейік. Арасы 200 км болатын екі ауылдан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі мәшине шықты. Бірінші мәшине 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екінші мәшиненің жылдамдығы 40 км сағат. Олар неше сағаттан кейін кездесті дейді. V1 бізде 60 деп беріп тұр, ал екінші мәшине 40. Ал арасы 200 км. Сызбадағы бос тұр көздердің орнына қандай сандарды қою керек? Міне, қойып шықтық. Енді қанша сағаттан кейін кездесетіндігін анықтаймыз. Ол үшін ең бірінші V жақындауды тауып аламын. V жақындау бізде V1-ге V2-ні қосқанға тең. Сонда 60-ға қосамын 40-ты, 100 км сағат. Бізде ара қашықтық белгілі, соның көмегімен Т-ны тауып аламын. Сонда Т-ны табу үшін С-ны бөлемін V жақындауға. 200-ді бөлемін 100-ге. Сонда міне 2 сағат шыға салады екен. Келесі есепке өтейік. Төртінші есеп. Тағы бір кері есеп құрастыруға бола ма дейді. Болады. Соған байланысты шығарамыз. Енді V1-ді табуға байланысты шығарайық. V2-ні 40 км сағат. С-ны 200 км. Т тең 2 сағат. Табу керек V1-ді деп есеп құрастырсақ болады екен. Олай болса шешуі: ең бірінші V жақындауды табамын. Ол үшін С-ны бөлемін Т-ға. Сонда 200-ді бөлемін 2-ге. 100 км сағат шықты. Енді V1-ді тауып алуға болады. Ол үшін V жақындаудан алып тастаймын V2-ні. 100-ден алып тастаймын 40-ты. Сонда 60 км сағат. Жауабы 60 км сағат деп қоясыздар. Келесі 5-ші есеп: сызбаға қара, есеп құрастыр. Оны әр түрлі тәсілмен шығар. Есептің берілгені бойынша V1 25 км сағат, V2 30 км сағат. Олар бір-біріне қарама-қарсы 3 сағат жүретін болса, қанша ара қашықтықты жүріп өтеді? Олай болса есептің жоспары: V1 25 км сағат, V2 30 км сағат, Т тең 3 сағат.
Табу керек ара қашықтықты. С тең қанша километр? Шешуі. Әртүрлі тәсіл бойынша шығар деген, мен бірінші тәсілді алайын. Бірінші тәсілде әр қайсысы қандай аралықты жүреді, сол бойынша анықтаймыз. Олай болса мен С1-ді В1 арқылы тауып аламын. Ол үшін В1-ді көбейтемін Т-ға, сонда тең болады. 25-ті көбейтемін 3 сағатқа, сонда С1 75 километр. Енді С2-ні табамын. С2-ні табу үшін В2-ге көбейтемін Т-ны, сонда 30-ды көбейтемін 3-ге, 90 километр жүреді екен. Енді жалпысыны табамыз. Ол үшін С1-ге С2-ні қосамын, сонда 75 километрге 90 километрді қосамын, 165 километр болады екен. Бұл бізде міне бірінші тәсіл. Енді екінші тәсіл бойынша шығарайық. Ең алдымен бұл жерде мен В жақындауды тауып алу арқылы шығарамын. Сонда В жақындауды табу үшін В1-ге В2-ні қосамын. 25-ге қосамын 30 километрді, сонда В жақындауымыз 55 километр сағат. Осы жерден жалпысыны тауып алсам болады. Ол үшін В жақындауға көбейте саламын Т-ні. Сонда 55-ге көбейтемін 3-ті. 165 километр шығады екен. Міне, екі тәсіл бойынша да шығардық. Екеуінің де жауабы 165 километр болды. Енді келесі 6-шы есепті шығарайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Әр өрнекті амалдар бойынша шығарамыз. Бірінші есепке қарайтын болсақ. Бұл жерде ең бірінші амал жақшаның ішін орындау. Сонда 11242-ден 7006-ны алып тастаймын. Бірінші амал деймізде 11242-ден алып тастаймын 7006-ны. Сонда жауабы тең болады 4236. Енді екінші амал. Екінші амал 4236-ны 6-ға бөлемін. Сонда 706 болады. Енді үшінші амал 435 бөлемін 6-ға. Сонда 72506 шығады. Енді төртінші амал екеуін қосамыз. Сонда 72506-ға қосамын 706-ны. Сонда 73212 болады екен. Бірінші амал мынау болды, екінші амал мынау, үшінші амал және төртінші амал екеуін қосу. Сонда 73212 шықты. Енді келесі. Екінші өрнекті шығарайық. 18370-ті қосамын 23679-ға. Сонда жауабы тең болады 42049. Бұл бізде бірінші амал. Енді екінші амалды шығарайық. Екінші амал осы 42049-ды бөлемін 7-ге. Сонда 6007 шығады. Үшінші амал. 6007-ні көбейтемін 40-қа. Сонда 240280 шығады. Төртінші амал. 240280-ге қосамын 256900-ді. Сонда жалпы 497180 болады екен. Сонда бірінші амал жақшаның іші, екінші амал 7-ге бөлу, одан кейін үшінші амал көбейту, төртінші амал қосу болды. Жалпы жауабын
497.180 деп жазып қоямыз. Келесі 7-ші есеп. Ойлан және жауап бер. 7 литр және 12 литр ыдыстардың көмегінен 1 литр суды қалай өлшеп алуға болады дейді. Ол үшін мен екі түрлі ыдыс аламын. Біреуі 7 литрлік ыдыс, біреуі 12 литрлік ыдыс. Бұл ыдыстардың көмегімен мен соңында 1 литр суды қалдыруым керек. Басында 7 литрлік ыдыста ешқандай су жоқ, яғни 0 литр. Ал 12 литрлік ыдыста 12 литр суды бар деп аламын. Енді осы 12 литрлік ыдыстан мен 7 литрлік ыдысқа толтырып су құямын. Сонда бұнда 7 литр су болады да, ал 12 литрлік ыдыста 5 литр су қалады. Ал мен 7 литрлік ыдыстағы суды төгіп тастаймын. Сонда бұл жақтан 0 қалады. Ал ол кезде 12 литрлік ыдыста әлі де 5 литр су бар. Осы 5 литрді мен қайтадан 7 литрлікке құямын. Сонда бұл жақта 5 литр болып қалады да, ал 12 литрлік ыдыста 0 су қалады, ешқандай қалмай қалады. Одан кейін қайтадан 12 литрлік ыдысқа толтырып 12 литр су құямын. Ол кезде әлі де 7 литрлік ыдыста 5 литр су бар болады. Одан кейін бұл жерде 5 литр су бар болғандықтан мен 12 литрден 2 ғана литрді құя аламын. Сонда 7 литр болады. Ал ол кезде мен 2 литрді құйғаным үшін мұнда 10 литр су қалады. Сосын мен бұл суды қайтадан төгіп тастаймын. Сонда 0 су қалады. Ал ол кезде әлі де 12 литрда 10 литр су бар болады. Сосын бұл 10 литрдан мен қайтадан 7 литрлік ыдысқа толтырып су құямын. Сол кезде бұл жақта 7 литр су болады да, ал 10 литрдан мен 7 литрді алып тастасам 3 литр су қалады. Сосын бұл мына жақтағы 7 литрді қайтадан төгіп тастаймын. Сосын бұл жақтан 0 су қалады. Ол кезде мына жақта әлі де 3 литр су бар болады. Осы 3 литр суды мен 7 литрлік ыдысқа құйып тастаймын. Сол кезде 12 литрлікте 0 су қалып тұрады. Сосын мен қайтадан 12 литрлік ыдысқа 12 литрді толтырып құямын да. Ол кезде әлі де мұнда 3 литр су бар болады. Сосын мен 3 литр судың үстінен 7 литр болу үшін 4 литр құямын. Сонда бұл жақта 7 литр болады. 12-ден 4 тапсызым 8 литр ғана қалады. Сосын мен мына жақтағы 7 литрді толығымен тағы да төгіп тастаймын. Сонда 0 су қалады. Ал бұл жақта әлі де мұнда 8 литр су бар болады. Енді мен осы 8 литрден қайтадан 7 литрлікке толтырып 7 литр су құямын. Ал ол кезде мен 8-ден 7-ні алып тастағанда міне 1 литр су қалды. Осылай қиын жолмен біз 1 литр суды өлшеп алдық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі 8-ші есепке өтейік. 8-ші есептің берілгені бойынша суретке қара. Пойыздар қандай бағытта қозғалды? Есеп құрастыр, дәптеріңе сызбасын салып, есепті шығар. Бұл жерде міне есептің сызбасын сызайық. Мысалға, мен мынандай бір жолды саламын. В1, мына жерде В1 болады. В1 60 км сағат жылдамдықпен шығады дейді. Ал В2 мұнда қарай шығады. Керісінше қарама қарсы. Сонда В2 80 км сағат. Ал олардың жүрілген уақыты 2 сағат. Сонда олар 2 сағаттың ішінде жалпы қанша аралықта жүреді деп осындай сұрақ қояды. Сонда сыны табу керек. Сыны табу бойынша мен қазір шығарып көрсетемін сіздерге. Ол үшін мен В1-ді 60 км сағат деп жазып аламын. В1 60 км сағат. Ал В2 80 км сағат. Т2 сағат. Табу керек ара қашықтықты. Саны табамыз. Шешуі. Ең бірінші В жақындауды тауып аламын.
ол В1 мен В2-ның қосындысына тең. В1-ге қосамын В2-ні, сонда 60-ға қосамын 80 км сағатты. Сонда 140 км сағатты. Енді осы В жақындаудың көмегімен сын тауып алсақ болады, Ол үшін В жақындауға көбейтемін Т-ны. В жақындау бізде 140 болды, ал Т 2 сағат болды. Сонда 140-қа 2-ні көбейтсем 280 км. Міне, есебіміз шықты. Жауабын 2 пойыздың ара қашықтығы 280 км деп жазсаңыздар болады екен. Оқушылар, біздің бүгінгі 71-ші сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса лайк басыңыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.